сендеме болмасаң, және бүгінгі видеода мен жанымда кім? Жасұлан. Жасұлан. Не оған Жасұлан? Kanka başı Pableski. Kuyay. Ушun dostlar biz надо подкаст ойнап отқан болатын. Смело лайктан басына подписка жасап кетіңдер видеома. Видеома лайктан басыңдарсың. Мал ғана. Ой. Бля, питалас ба, сука? Ана қыз питалас ба? Өзің басып тұрш? Сташ? Кәм. Және жарқын дәмейлесімі. Рухталыса жарқын микс. Бүкіл отбасы үшін тартымды дәм. Анашым, әкешім, қарышта нейін? Шоғы бар планеталар болады. Жоқ, қарышта нейін болады? Ол жақта көптеген пайдалы жемістерді жеу керек. Дені сау. Және күшті болу үшін. Пайдалы және дәмді фрутты және езбесі. Оларды ғарышқа да ала кетуге болады. Смело лайктан басында подписка жасап кетіңдер достар. Тупый. Адamı izleyemez. Yapış. Havanı tavamı. Mal. Ey, помогите. Çık. Ya bastım o şıkı. Bilal. Pince kızılı vasıf. Şimdi kok. Kok. Жасыл. Мен sarı. Sarı diyeyim. Так, sarım birinci kızılı vasıf koyduk. Kopa. Bu mükemmel görünüşü başka yerlerde göz dışı eken. Еліміздегі ең терең қарақия ойпаты мен ең үлкен көл Каспийде осында. Олай болса көп сыздар. Ақтауға кетті. Бұл көпей, қара. Анау шамшырақты көріп тұрсың
Ya gördüm. Bırak ol nege үйдің üstünde тұр. Бұл ақтаудың ерекшелігі. Шамшырақтар әдетте жағалауда орналасады. Ал мұнда біздің шамшырақтар Ол кемелерде жол көрсету үшін тұр ма? Сонда бұл жерде кемелер бар ма? әрине жер көрсетейін. Дидар Каспий теңізі мен Ақтау порты туралы айтып береді. Каспий теңізі. Теңіз атанғанымен негізінде ол жер шарындағы ең үлкен тұйық көл. Каспийдің үлкендігі сонша, оның жағалай 5 мемлекет орналасқан. Олар бір-бірімен кемелер арқылы қатынасады. Ал Ақтау осы Каспийдің жағалауында орналасқан үлкен қала. Маңғыстау облысының орталығы. Бұл Қазақстандағы жалғыз теңіз порты. Яғни елімізге келіп кететін кемелер тек осы Смел аямайсыз лайктан басыңызға подписка жасап кетіңдер достар. Ой. Ха. Жажа. Каспий теңізі керемет екен. Бұл не? Келсін. Көмек керек сияқты. Ой, пәлігім. Дәл ана ұсақсы ғой. итбалық қой. Бұл сарбаздар сияқты. Торға қалған екен. Тұлпар, Хэппи, қане көмектесейік. Қызылы бар. Жарайсыңдар. Итбалықтар бұл жерде көп кездеседі. Кейде байқаусызда торға түсіп, немесе таптардың арасынан шыға алмай қалады. Иә, сондықтан біз оларға мұқият болуымыз керек. Мен мұндай сүйкімді итбалық көрмеппін. Онымен бір сурет жасап алайық. Ол қайда? Ой, тұра тұр балақай. Алты жасқа Ит жай. Бүжі тұватым. Тупой, да, тупой. Ана, yapış. Саяхат ойында, достарым дайын ба? Burada қандай еді? Жұлдыздай атамыз, қиырға барамыз. Қаланы іздейміз, қаланы табамыз. Ұшырып сапар, қосылған қатарға, тамаша, тамаша, жансай сақтады. Алақай, балалар, саяхат жасалды. Тамаша, тамаша, жансай сақтады. Алақай, балалар, саяхат басталды. Küçük tapayatın. Қандай түсіні? Сады емес қызылма. Бүгінгі саяхатымызда Қазақстанның мұнайлы өлкесі Атырау қаласымен танысамыз. Ого! Атырау қаласы Қазақстанның батыс өңірінде Жайық өзенінің бойында орналасқан. Ертелікте бұл жер Жайық бас қалашығы Өтік деп аталса, бұл қаланың тұрмысқа өтетін көпір. Барған жолы ауа Атырау. Өтсі? Анау көпірге қарас. Сонда барайық. Осыз. Еуропа мен Азияны қосатын ең ұзын жаяу жүргіншілер көпірі. Атыраулықтар бұл көпірді мақтан тұтады. Ұзындығы 521 метр. Сондықтан Гиннес рекордтар кітабына енген. Керемет! Жүр көпірден өтейік. Бұл жаяу жүргіншілерге арналған көпір ғой. Сізге болмайды. Стоп! Оны ұмытып кеттім. Өтсетес. Ne bot Сатай Махамбет ескерткішін көрсетейін. Көмектес. Исатай Сайханұлы мен Махамбет Өтемісұлы
Oğlum ya bir tas. Arka sıyır dostu, adal serisi olan Makanbet әрі батыр, әрі ақын ел. Міне, алдымызда тұрған ескерткіш сол қос қаһарманға арналған. Музыкасы жарып қойшы. Ойланып кеттім. Бұл Құрманғазының осы екі батырдарына жазған кішкентай деген күйі. Құрманғазы? Ой, сен күй атасын білмейсің бе? Жүр таныстырайын. Бабыр Құрманғазы малсың ғой? қазақ халқының Ошмысың. оның адай, балбырауын, Малсың ма? ерекше рух береді. Исатай мен Махамбет бастаған көтеріліс кезінде Тубойды. бәрі он бір жасар көтеріліске бірге аттанғысы келген Құрманғазыға ағалары сен әлі кішкентайсың деп қатарын алмаған соң бала кішкентай деген күй шығарыпты. Олай болса Адам не? Құрманғазының бір Дұрыстап тұршы адамысы. Bir tas. Бәрі тыңдауға уақыт жетеді. Алда ұзақ жол күтіп тұр бізді. Болма. Давай, келin. Смел. Отақма өліп тұрмын. Достар, осы мен қайттан бастап отырмын. Менің жанымда Жасұлан амандасып кет. Достар, алдарың қалай? Жасұлан, күтіңдер. Қатып отқан жоқ па нормально ма? Бірашқа баспа. Жасына өтпесін. Интернеттен көргенім бар. Біздің сал велосипедтің көмегімен қозғалатын болады. Мынау сал. Оның ортасына велосипед орнатамыз. Ол салды қозғалтады. Велосипедке мен отырам, ал торды Катя тастайды. Ал сендер бізге сал жасауға көмектесесіңдер. Жасұлан, нүчі. Что там, бечка? Ибонқо. Давай мен мына сарыдан өтейін. Мал ғана, мал. Как? Мен басам, қорқпа. Бечка мінсей. Алтын қойып пен судағы басқа өсімдіктер ше, олар сондай нәзік қой. Сабақтар торға Басты айтпызы көтінді айдам. өсімдік өліп қалай. Тау қойып өскен жердегі қоқыстарды қолмен жинаймыз. Жасұлан, жылдам, давай Жасұлан. Ана өткізбеген дейін бе? Өтсей?
Бақылау менің қолымнан келеді. Маған өт деп тұр ма? Батаврлар Жарайды, мен өтейін. Кірсей. Бас. Жасұлан дискордтан шығып кетті өзім. Бәрін бұтырмышы. Мынау шынымен жүзу емес. Бәрін жан-жақты ескере отырып, велосипедтің де салмағы бар. Сосын Жасұлан басы. Жасұлан. Не böyle құлақ үстіне бас. жүзді хаватай. Мен тек аздап күмәнданған. Так. Әне, анау жерде көтеріп жатыр. Әне, тағы біреу. Әне, Ойбай. өтіп кеттіңдер. Kızıldı var. Uş. Ama kızıldı var şey. Kızıl. Al yerine bırak. Hop da düşünmek. Afiyet olarsa kaynar üretmek için kalana bırak. Bas. Başla. Ya bile başla. Ya ben nasıl? Ya ben istedim. Emre kalk koydum aslında. Yaşlan komik. Aslında kalk koydum. Evet. Yaşlan. O kadar. Батутта секірмейсің. Секіре бұтасың. Жағдай. Қандай цвет, көк па? Көк. Қандай цвет оқшып кет? Какой цвет? Сары ма? Уф. Мал. Бык-бык-бык-бык. Давай. Сада. Приколдар. Дай бас. Эй, мозга. Кук. Бас. Команда. Эй, тупой. Кызылды бас. Бүгін немен айналысамыз? Bugün biz hani Бүгін біз мұнара көшіреміз. Су мұнарасын. Жүріңдер, жолда бәрін айтып берем. Turbatavırlar dostlarına kömekleşince er kaşandayız. Mal yok bana. Uşak. Başı. Bii. Bastım. Eka жағында айыл жөлім бас. Жағында айыл жөлім дегенде қорқады ғой ол деген. Ал, қалай екен? Басы. Мұнара емес.
Ya kurtundaydım. Давай чему? Почему? Қазір бәрін түсіндіріп берейін. Қараңдар, біздің ойымыз мынандай. Әуелі зор мынау мақсат жасалған. Одан кейін траппен анти, сап алмасар. Давай. Құртауларын босатады. Топ-топ, иди. Траппен анти мұнараны бөлшекке бөліп, Көп көлдің дейді. платформасына басады. Давай кеттім. Тастайды екен. Тапсырма түсініктіме, ал онда турбозаврлар, алла! Azga өтші. Атты көп саған. Су. Өлем. Кеп. Burandalarda jiraf koyu gerek. Herkese çok alsana. Қазір өзім ақ жинап қоям. Olma. Мен одан да сурет кетірейін. Иә. Кім батады? Қызыл. Өт дейді. Бір ой бар. Қазір көздеген. Ей. Такур. Демезда. Бітік сезаны анды. Кеше ғана осы жерден өтіп едім. Мына Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. мен Катяның да не істеп жүр. Ой. Алло! Тіпті сәмен Катяның сайдағы шыбыларымен қалаға қыдырып жүргенін білесіз бе, ханым? Немене? Ипай, жігіттік. Өтпейсің бі? Жақсы болды, ә? Ой. Баспа кеттім мен. Бұлараны ізде, Тобик. Почему? Жасұлан деген. Ол. Тобиктен ешкім құтылмайды. Петя, Катя, осындай екенсіңдер ғой. Әже, Катя екеуміз шолу мұнарасын қалай орнатсақ екен деп жүрміз. Абайгүл. Айтып алып жиғанша мұнараны орнатып тастапсыз. Аша. Маша. О, туп, ой, туп. Мен бастайым кәче. Бәрін өтін. Жасұлан. Basınç. Kızdı bas sen. Bilemedim. Kutin kısınırsın. Bunu
Қайымыз Жасұлан. Оның суретін не үшін саласың? Жаттығып жатырмын. Көріп тұрмын ғой. Бірақ қалай жаттықса да болады ғой. Мысалы, менің суретімді салып дегендеймін. Басталды. Немене? Біріншіден мен сымбаттымын. Екіншіден, мен өте сымбаттымын. Үшіншіден, онда жақсы болды. Жіберетін. Gelmiyor onu da sıkı. Ағайын, не көріп тұрмыз? Ölçü bakın. Bilmiyoruz. Turmuşka hiçbirimiz de var. Turmuşkada машинаның кілтін алған жоқсың да ма дейді. Мынау немене? Қайда шығайын? Жоқ, қойдың. Сен әдірәтсен екен, ә? Mal o mal. Ағашты сәй қалып ба? Үй адамы? Меніңше, сол жерге барып не болғанын көруіміз керек. Ағаш құлап қала ма деп қорқам. Оны басқа жерге қайта Şunu kolay gitken. Меніңше болатын сияқты. Oğlan ne gibi etme. саған жамандық ойлап тұрған жоқпыз. Bile Жасұлан. Түсіндіру қиын болады-ау. Ол сізге жұмыс істеудің күдікте ме? Онда бізге кедергі келтірмес үшін оны алдау тұратып бір жерге қамай тұруымыз керек. Иван ағайдың жастық сатылышын алып жатсылар. Дұрыс. Mal. Шыдауға тура келеді. Қазір бәрін жылдам істеп, сені босатамыз. Mal olmadı. Помоги. Сіз балапандарды ұядан тартып. Зор, екеуміз шатасын қорғасамыз. Помогите. Ей. Ұмытқан жоқпыз. Сен балапандардың анасына бас көз болады. Бірақ біз тамырға қатып жатқанда сен ағашты тіреп тұрасың. Сосын ағашты қамтигендейсің. Бәріміз оны жаңа орнына көшіріп орнатамыз. Жібере берсем бола ма? Қатты уайымдап жатыр байқұс. Ей. Тоқты жібер. Жарайды. Мазасын алғай болсын деп кетейін. Меніңше бәрі жақсы болды. Сіздер жаңа линзасын сынақтан өткізіп, балапандарды
İyi Жасұлан. Сакоид. Ладно. Жасұлан мısın hiç? Жасұлан sen kırılsın da. Boğucu. Lan Жасұлан отырса білмейтін шығар. Жасұлан көмектесін деді. Жасұлан көк баққызыл ма білмейтін ше. Комментарий жазды. Достар, Жасұлан қандай түс екен? Жасұлан көк екен. Жасұлан көмектесін. Түсіндім. Қашырышқа ибон ғой. Азамат Дүйсенов, үйдің отағасы. Ол болсын Баймұрзаева, 2 баланың анасы. Іңкәр Марле, 4-ші сынып оқушысы. Әне қандай жақсы көреді. Еңкәр Марле, 8 жаста. Каратемен шұғылданады. Футболға әуес. Ең қызықты ойындардан тұратын супер отбасы. Жақсы басына қош келдіңіздер. Көңіл-күйіңіз қалай? Сізде де топтың ұланы ма? Помоги. Идите. Бірінші кезең шынылы деген. Зачем? Ішінде адаспай, жастығылған сыз алып, тез арада мәреге жету керек. Ал жастығылған тие алса, соңғы 4-ші кезең тәжірибе алаңында қолданылады. Болмас. Құрметті қатысушылар, сіздер біздің алғашқы кезең шыны лабиринттесіздер. Ойын шартын түсініп өтейін. Бұл жердегі лабиринттің ішіне кіргенде, адасып кетпей,
Oyunumuz başladı. Kızıktın beri aldı. Nasıl korkmasın mı olsun? Kırmızı. Aklın kıyımdan istesen. Evet, böyle надо. Короче, достал осыдан өткен соң видео қосатын болам. Достар, короче, біз өттік. Смело бәрін айырамыз. Жоқ. И бұтын ұзақ екен. Смело лайктан дуасында подписка жасап кетіңдер видеоға. О, тупой. Çıkarsın. Қандай қиындықтар бар екен? Қиындықтары жоқ енді. Бірақ мұқият жақсылап жүрсек, оп-оңай екен. Алғашқы құпия затын қолға түсіңіздер, тоқтатпай. Ал бізде келесі кезең лагерде. Nasıl kalır? Екінші кезең лагерде. Жасұлан сен? Бұл кезеңде отбасын кезеңде Какой цвет? Мінекей біздің екінші кезеңіміз басталды. Сондай қатарлар, балаларға қатысып, көбірек етті. Көтер, балақайлар. Тек қана асықпайыңдар, бекжан асықпа. Алған тұрыңдар. Асықпаймын. Жай. Қараңдар, абайлаңдар. Қараңдар, жай. О, керемет, тамаша. Жақсы. Еді Жасұлан? Балаларымыз өте епті екен, міне келіп келе жатыр. Осылай. Керемет. Байқа. Өсір аяғыңды. Астымен де, үстімен де. Бас. Ой, керемет. Сады. Жасұлан. Құпиятарымызды ұмытпаймыз. Қолға түскен сияқты да, тезірек мәреге қарай ұмтылды. Жарайсыңдар, келіңдер балақайлар. Жақындаймыз. Осы кезеңнің жеңімпаздарын мінекей. Өте жақсы ойнадыңдар. Ұмытпай. Енді қалай, өздеріңіз жалпылардың қиын болды ма өтіп? Оп-оңай өтті керек. Тамаша. Құттықтаймын, міне балаларыңыздың арқасында сіздер осы кезеңнен жеңіп шықтыңыздар. Рахмет. Ал бізде келесі кезең. Жылы баланы, үшінші кезең. Мұндағы барлық сынақтар ғылыми дәрежеде берілген ғылыми сынақтан өткен жағдайда жүргізуші қатысушыларға Жасыл да баршы. үш кезең бойынша жиналған заттар
қолданылады. Құрметті қатысушылар, мен сіздерді үшінші кезең ғылым алаңында көріп тұрғаныма қуаныштымын. Бұл жердегі әрбір тапсырма осында орналасқан ғылым жәдігерінің көмегімен іске асады. Қазір біз сіздерге ұсынатын ойын мақал мәтелді тас деп аталады. Оған көмектесетін жәдігер біздің алдымызда тұр. Бұл микроскоп. Енді онымен қалай қолданамыз, қазір түсіндіріп өтемін. Жоқ. Мына парақшада көптеген мақал мәтелдер жазылған. Сіздер оны көзбен оқи алмайсыздар. Себебі әріптеріміз өте кішкентай. Сондықтан біз микроскоптың көмегіне жүгінеміз. Bunu mikroskoptың астына төсегенде көрдіңіздер ғой, экранда ұлғайтылған түрі көрінеді. Ал мен әрбір мақалға қатысты сіздерге тек қана бір көмекші сөзді ұсынамын. Сол бойынша мақалды табу керек болады. Түсінікті ме ойшарды? Иә, түсінікті. Өте бастайық. Теңіз. Осы сіздеріңіз. Назарыңызға рахмет. Екеуіміз сізге бірінші ұсынатын сөз күн. Күнге қатысты, иә. Тіл буынсыз, ой түпсіз. Дұрыс, демек, алғашқы жауабымыз бар екен. Екінші мақалымыз күнге қатысты болды. Ашу ыза, өкім, ашу ызаға қатысты. Асықпаңыз, кетесіз. Онда, аштың жауабын көрсетіңіз. Шатасыздасын әріптеп мақал мәтел емес. Осы ағамыз өте мұқият қарап жатыр. Әрбір сөзді құр жібермей оқып беріп жатыр. Ашу үстінде ант жүрмейді. Дұрыс. Ой, керемет. Алғашқы екінші мақалымызға қалды. Енді үшінші сөзге қатысты. Жоқ. Өтірік сөз жанға қара. Дұрыс, керемет, құттықтаймыз сізді. Отыра беріңіз. Енді отбасының анасы жақамыз. Беріңіз. Сізге де бірінші біздің ұсынатын сөзіміз тілге қатысты болсын, сізге де көрейік. Бұл жерде жалғыз ғана аға тапқан мақалдан басқалар да бар. Тіл? Ең тәтті де тіл, ең ащы да тіл. Дұрыс, тамаша. Келесі сөзіміз біздің жерге қатысты болсын. Лучше здесь. Өтпеткен сияқты жоғарыдан өтеп көріңіз. Ағамыз жаңа байқап қойған сияқты, ол мақалдар. Өте мұқият қарады. Жер таусылмайтын қатынас. Достар, лайктан басында аям подписка баспайтын. Каблячки. Күтка меудым. Астынан қалам кәмір. Жасұлан басынан өтіп кетеміз. Маған не болды өзі? Оған неге бәрін өттім? Асықпай, және бір жаққа айнымыз. Сіздер тағы да бір тәжірибеге көмектесетін құпия затқа қол жеткіздіңіздер. Енді сіздерде соңғы сынақ қалды. Ол ғажайып құбыр деп аталады. Сол тілектейін, тезірек жеңіске жетіңіздер. Ya Жасұлан? Күтті ғой?
Қара, қаяққа кетіп қалды. Тісіме қара. Жетім. Сәлем достар. Міне, дәл осы жерде ең қызықты, ең ғажайып сиқырлы шай белгілері Что там? бар. Бүгін біз мақтадан көпіршек жасаймыз. Оны көрсететін Неғды, мен жоқпын, Жасұлан екеуміз жоқпыз. көмекпек. Қызықсыз. Үш тапсырмадан сүрінбей өтіп. Ойдан бастап отыр ғой. Мінекей өздеріңіз келіп қалыпты. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бұл бағдарламамыздың шешуші кезеңі, егер біздің тапсырмадан сүрінбей өтсеңіздер, сіздер ең сақ атанасыздар. Сіздерге тапсырма мақтадан көпіршік жасауларыңыз қажет. Ол үшін Так, күтіңіздер достар, Жасұланды дискортқа шақырып